Сізге бердім. Рахмет. Что бүгін Так. По-моему, связь или что-то подключается, и это, да? Что-то еще мало нам. Да? Каз минут. Бастай берейік па? Уақыт болды, иә? Уақыт болса бастайық әрине. Иә. Қосылатын, енді қосыла береді өздері уже. Әрине. Біздер уақытты қалдырмай. Құрметті қадірлі қауым, бүгінгі дәрісіміз Мейрамгүл Құсайынова. Біздің жоба Қазақстан қоғамының әлеуметтік тарихы мен мәдени жадының аудиовизуалды сюжеттері 19 ғасырдың соңы, 21 ғасырдың басы ғылыми зерттеу жобасының аясында дәрістерді жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Мейрамгүл Құсайынова, Назарбаев университетінің әлеуметтік гуманитарлық ғалымдарының мектебінің қауымдастырылған профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты, филология магистрі. Құсайынова Мейрамгүл көптеген ғылыми мақалалар мен монографиялар авторы. Ол Қазақстан Республикасының 12 жылдық мектептеріне арналған Қазақстан тарихы оқулы әдістемелік кешенінің авторларының бірі. Ғылыми зерттеу қызығушылық қазақ халқының ауызша тарихы дәстүрі, ауызша дәстүр мен тарихи шындық ара қатынасы, түпкі халықтардың эпикалық дәстүрінің тарихи әдеби салыстырмалы талдау, қазақ халқының тарихи жырлары мен аңыздары, қазақ музыкасының тарихы, қазақ даласындағы Ресей отарлау саясатының шеңберіндегі қазақ элитасының тарихы. Сол сіздің қазақ музыкасының тарихы қызығушылығың бар екенін, сол бізге шақырып отқан себеп болып тұр. Өйткені біздің жоба сондай аудиовизуалды сюжеттері, сол музыка қалай өзгерді, қандай жаңалық бар сол визуальный түрде, соған байланысты біздер дәріске шақырып отырмыз сізді. Сөз берейік. Рахмет, Теңлі ханым. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Өздеріңізде барлығы аман-есен деген ойдамын. Осы вебинарды ұйымдастырып отырған Теңлі ханым, сізге де үлкен ризашылығымды білдірем. Жалпы мен ойлаймын, ғалымдар үшін осындай пікір алмасу алаңы, осындай площадкалар өте қажет. Мүмкіндігінше ойымызда жүрген ойларымызды ортаға салуға, бөлісуге, пікір алмасуға үлкен мүмкіндік туғызады деп ойлаймын. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы бұл қазақ дәстүрлі музыкасына арналған, әсіресе кеңестік замандағы қазақ музыкасы қалай өзгерді деген сұраққа жауап алуға тырысамыз. Мен енді өзім жаңа Теңлі ханым ұзап айтып кетті ғой менің қызығушылығымның тізімін. Шынымды айтсам, бұл енді қазақ музыкасының керемет зерттеушісі деп енді айту артығырақ болар. Кәсіби әнші де емеспін. Бірақ дегенмен бұл тақырыпқа келуімнің бірден бір себебі Назарбаев университетінде қазақ музыка тарихы деген курстан сабақ беремін. Және бұл курсты, бұл Назарбаев университеті... Микрофондары өшірілді тұр, қоспай қой. Не істейін? Мені көрмейді ғой. Естіліп тұр ғой, е? Айта берейін ба? Теңлі ханым, сіздің микрофоныңыз өшіріліп тұр. Айта берейін да? Естіліп тұр ғой сіздерге? Болды онда. Сондықтан Назарбаев университеті біз енді ағылшын тілді университет қой. Бірақ бұл жерде оқып жатқан қазақтың қара домалақ балаларына осы ұлттық құндылықтарды меңгертуге байланысты көптеген жаңа курстардың циклы ұсынылады. Міне солардың қатарында мен беретін қазақ музыка тарихы, қазақ драмасы, қазақ киносы, қазақ романы, қазақ әңгімелері деген сияқты осы ұлттық құндылықтарға негізделген курстардан қазақ тілінде сабақ беріледі.
Менің қазақ музыка тарихына келетін студенттерім, бұлар музыканттар емес, бұлар тілшілер емес, әдебиетшілер емес, бұлар робототехника, құрылыс инженерия, химия инженерия, медицина, былайша айтқанда, осындай жаратылыстану техникалық бағыттағы студенттер. Бірақ сабаққа келген кезде біз осы қазақ музыкасының даму эволюциясын, бүкіл музыканың қыр-сырын, оны ғылымдағы зерттелу жай-күйін және сонымен қатар қазақтың әндерінің мәтіндерін талдау арқылы, айту арқылы қазақтың музыка деген құндылығын осы жастардың бойына сіңіруге тырысамыз. Және оны тек қана оқытып айтқызып қана қоймай, оған аналитикалық, сыни талдау арқылы осы қазақ музыкасы қалай дамыды, қалай өрбіді, оның қандай өзіндік ерекшеліктері бар деген сияқты әртүрлі мәселелерді жан-жақтан анализ жасауға тырысамыз. Сондықтан менің бұл тақырыпқа келуімнің бірден бір себебі менің оқытушылық қызығушылығымнан туындаған деп айта аламын. Мен енді немді қосайын сіздерге. Көрініп тұр ғой да? Иә, көрініп тұр. Так, мына жерден қазір бір минут. Менде бұлай ашылып кетті. Так, кетті онда айта берейін. Мына екінші экранда ашылып тұр ма сіздерде? Қазір мен басқаша қосып көрейін. Мына жерде көбейіп кетті менің чөт. Осылай оқи берейін онда, айта берейін. Көрініп тұр, Жақсы. Қазақтың шын мәнісінде қазақ халқының бізге жеткен асыл мұрасы бұл қазақтың дәстүрлі әні мен күйі. Осы жайында мынау қазақтың белгілі музыка танушы ғалым Ахмет Жұбанов қазақтың дәстүрлі музыкасы, оның көл-көсір мол нұсқалары өзінің өн бойына айрықша қастерлі қасиеттерді жинақтай отырып, шын мәнінде халық болмысының шежірелі сазы бола алған деп дөп айтқан. Өйткені шындығында да бұл біздің қазақтың көне ғасырлардан келіп жеткен бізге осы асыл мұра, қазақтың әні мен күйі бір жағынан шежіре, бір жағынан тарихи дерек дейтін болсақ, екінші жағынан бұл керемет көркемдік форматы бар әдебиет туынды. Үшінші жағынан бұл біздің қазақтың болмысын, мінезін, менталитетін, рухани бет бейнесін ашып беретін керемет мықты құндылықтар жүйесі. Сондықтан мынау Конфуций айтқан екен ғой, егер сен халықты білгің келсе, сол халықтың әнін тыңда деп. Сондықтан біздің шын мәнісінде ғасырдан ғасырға ұласып келе жатқан бай мұрамыз осы біздің дәстүрлі ән өнеріміз деп, күй өнеріміз, дәстүрлі ән өнеріміз деп айтуға болады. Және мұның қадір қасиетін сырттан келген, сырт көз сыншыл деп жазып қойдым, сырттан келген тұлғалардың да осы құндылықтың қандай екендігін айқындайтын мына сөздері де дәлел болады деп ойлаймын. Мысалы, Левшин қазақтар адамның сазгер немесе ақын болып туылатының бірден бір дәлелі болып табылады дейді. Біздің қазақтың бойындағы табиғи таланттың бір астарын көрсетіп тұрған сияқты. Гырын қазақтың әндері көкке көтеріліп бара жатқан бүркіттей, өктемдей ерікті. Олар кішкентай баладан қария шалдарға дейін, бойжеткен қыздардан үлкен апаларға дейін, барлық айтатын, мызғымайтын халық игілігі дейді. Бұл халықтың арасында оның кең таралғандығы, оның табиғаты, оның ырғағы бәрін айқындап көріп тұрған сияқты. Сырттан келген адам соны бақылап, соның қасиетін түсініп тұр. Ал Григорий Потанин айтады, мен үшін бүкіл қазақ даласы әндетіп тұрғандай деп. Сондықтан шын мәнісінде бұл құндылықтың өзіндік астарының қандай екендігін сырттан келген тұлғалардың да берген бағасынан көре аламыз. Мен сіздерге мынау қазақтың картасын қойып қойдым. Қазақтың кең байтақ даласы. Мені осы кең байтақ даласында өсірген біздің ән өнеріміз, күй өнеріміз іштей бірнеше бағыттарға, бірнеше мектептерге бөлінеді. Қарап тұрсаңыздар, дәстүрлі әншілік мектебіміз Арқа мектебі, Жетісу, Сыр мектебі, Батыс Қазақстан, Алтай мектебі деп бөлінеді. Дәстүрлі ән өнері, дәстүрлі күй өнері Арқа, Алтай, Жетісу, Қаратау, Жиделібайсын, Орда, Түбек деп бөлінеді екен. Қарап тұрсаңыздар, мынау географиялық аумағына байланысты тек қана сол мынау батыс болғаннан кейін батыс, Жетісу болғаннан кейін Жетісу, Алтай болғаннан кейін Шығыс Қазақстан деген әңгіме емес. Бұның ішкі
құрамы, ішкі мазмұнында өзіндік ерекшеліктері бар екендігін көрсетеді. Мысалы, мынау арқа мектебінің әндері, бұлар зор дауыспен, кең диапазонда, ашық дауыспен айтылатын әндер. Арқаның әндерінде бірнеше нұсқалар кездеседі. Бір әннің бірнеше нұсқалары бар. Арқаның әндерінде бір түсініксіз импровизациялар кездеседі. Ал енді батыстың әндеріне келетін болсақ, батыстың әндері бұлар экспрессивті, табиғаты қызуғанды. Мынау әндері бірден жоғары ноталардан басталады. Ал мынау Жетісудың әндерінде қара өлеңдер, терме, айтыс басымырақ. Алтайдың әндерінде мынау түркілік сарын, горловой пение дейді ғой. Сондай горловой пение. Сырдың әндерінде мынау толғау жанры, үлкен, ауқымы үлкен болып келеді сырдың әндері. Сонда былайша айтқанда, қарап тұрсаңыздар, бір ғана дәстүрлі әннің өзі қазақтың кең сахарадай даласында іштей көптеген бағыттарға бөлініп кетеді екен. Мына қарап отырсаңыздар, күйшілік өнер Орда деп, мынау Орал, Ақтөбе, Атырау жақты айтсақ, түбек күйшілік аймағы деп Маңғыстаудың өзі жеке өз алдына бөлінеді. Мысалы, бізде қазақта дәстүрлі ән өнерін насихаттайтын адамдарды біз салсерлер дейтін болсақ, батыста оларды қайқылар дейді. Мысалы, қыздарды сәйкілер дейді. Ғашықтық әндерді, мысалы, батыста мәтөк әндер дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда бұл жерде қазақтың дәстүрлі ән күй өнерінің осындай ұлан-ғайыр территорияда өзіндік даму ерекшелігін осындай бөліністерінен, осындай даму табиғатынан айта аламыз. Ал енді мынау кеңестік дәуірге келейік. 20 ғасырдың басы жаңа кеңестік жүйе келді билікке. Марксистік, лениндік идеология орнады. Сондықтан бұл жаңа келген билік жаңаша ұстанымды, жаңаша өзгерістерді, жаңа сипатты алдына қоя білді. Сондықтан қоғамды түбегейлі өзгерту науқанын бастады. Сондай науқанның біреуін біз мәдениет саласындағы мәдени төңкеріс, мәдени революция деп айтамыз. Мына плакаттан көріп тұрғандарыңыздай, мысалы, сауатсыздық жойылсын, әліпби реформасы, мысалы, көптеген жаңағыдай ғылым, білім, өнер, мәдениетке қатысты осындай түбегейлі өзгерістер орын алған болатын. Және бұл өзгерістерде бұл халықтың тек қана жалпы болмысы емес, оның бүкіл дүниесін, ішкі дүниесінде бірге бағындыру несін өзегінің де мақсаты болғандығында айтып өтуге болады. Бұл кеңестік мәдени революцияның ұстанған басты мақсаты бұл ортақ кеңестік бірегейлікті қалыптастыру. Identity дейміз ғой, кеңестік бірегейлікті қалыптастыру. Ал қалай қалыптастырамыз бұны? Бұл кеңестік бірегейлікті өзіміздің халқымыздағы бар, ұлттық құндылық бар, дәстүрлі әніміз бар, күйіміз бар. Міне соны негізге ала отырып, ұлттық, мынау жаңаша социалистік парадигмаға, жаңаша кеңестік идеологияға келтіріп, соны өзара бір-бірімен қабаттастырып, синтездеп, жаңа мәдениетті қалыптастыру, жаңа кеңестік қазақты қалыптастыру, жаңа кеңестік бірегейлікті қалыптастыру. Міне осы мәдени революцияның ең негізгі ұстанымы болып табылады. Мына суреттен қараңыздаршы. Мынау Күләшпен кір деді ма жаз жерді? Тихо. Қаныбек Байсейітов Бегариса. Мынау қазақтың дәстүрлі өнер қайраткерлері. Дауысым жетті. Күләш пен Қаныбектің үстінде қарап тұрсаңыздар, біздің ұлттық киім, нағыз біздің бір ұлттық болмысымызды көруге болады. Жаңаша бір форматта, Күләштің даже киімінен, бас киім үлгісінен көріп тұрсыздар, бұл бір жаңаша өзіндік осы кезеңдегі ұлттық нақыш, бірақ жаңаша ұлттық нақыш. Сонымен қатар, бұл тұлғалардың орындауындағы сыртқы келбеттегі ұлттық киімдер ғана емес, сонымен қатар бұл кісілердің өнер адамдары, ұлттық өнерді насихаттаушылар екенін көруге болады. Ал бұл ұлттық өнердің жаңаша форматта даму, опера форматында даму, былайша айтқанда, осы дәстүрлі өнер мен жаңаша өнер, классикалық өнерді өзара трансформациялау арқылы, дәстүрлі өнерді трансформациялау арқылы
оны опералық форматқа жатқызу арқылы кеңестік мәдениетті, біздің дәстүрлі мәдениетті әрі қарай дамыту деп те айтуға болады. Тіпті мынау Абайдың ескерткішін қойып қойдым сіздерге. Мысалы, ұлттық мәдениетті ұлықтау, Абайды ұлықтау, біздің дана Абайымыздың мұрасын ұлықтау, соны халыққа насихаттау. Бірақ қалай насихаттау? Мындай қазақта бұрын болмаған ескерткіш тұрғызу. Осындай екі құндылықты жаңаша бір сипат беру арқылы осы ұлттық құндылықтарымызды кеңестік жаңаша бірегейлік аясында дамытуды осы негізгі мақсат тұтты деп айта аламыз. Ал енді осы кеңестік бірегейлікті қалыптастыру, мәдени бірегейлікті қалыптастыру дейтін болсақ, әрине біз бұл жерде Александр Затаевичті айтқызамыз. Бұл ұлттық бірегейлікті қалыптастыру үшін сол ұлтты зерттеу керек болды, сол ұлтты тану керек болды. Сондықтан қазақтың ұлттық мәдениетін білу үшін бұл қазақтың әнін, күйін білу керек, бұның табиғатын, болмысын білу керек. Сол арқылы бұл ұлтты тану керек. Сондықтан кеңестік үкімет өз алдында осындай мақсат қоя білді. Ал бұл мақсатты жүзеге асыру үшін қазақ даласына арнайы міне Александр Затаевич сияқты мамандар келді. Александр Затаевич 1920-30 жылдары қазақтың түпкір-түпкірінде болды. Орынборда болды, Қарқаралыда, Баянауылда, көптеген оңтүстігінде, батысында, шығысында болып, қазақтың 1000-ға жуық дәстүрлі ән күйлерін жинақтап, мына өздеріңіз білесіздер, қазақтың 1000 ән күйі, қазақтың 500 ән күйі деген керемет мықты жинақтарын 1925 жылы Орынборда жарық көрді. Сол кезде мынау қазақтың 1000 ән күйі деген шығарма еңбегінің кіріспесінде Затаевич былай деп жазады: мен ниет білдіргендердің өз орындауларындағы және әдейі немесе кездейсоқ табылған музыкалды дүниелерді жазып жүрдім дейді. Сонда бұл кісі сол қазақтың сол уақыттағы дүлділ әншілерінің, Қали Байжановтың, Иса Байзақовтың, Майраның орындауларындағы әндерді нотаға түсіріп, олардың дауыстарын жазып, фонограммаға жазып, былайша айтқанда үлкен еңбек сіңірді. Үлкен мынау қазақтың дәстүрлі ән күйін жинақтап, нотаға түсіріп, жариялауда атқарған Александр Затаевичтің еңбегі біз үшін ұлан-ғайыр маңызды екендігін атап өткім келеді. Міне бұл кісі мына еңбектерінде 280-ге жуық әншінің орындауын жазып алған дейді. Көрмейсіздер ме? Бұл да қандай үлкен еңбек. Американдық тарихшы Майкл Роланд Затаевичтің еңбегіне былай бағасын береді. Қазақстанда мәдени ұлт құру Александр Затаевич деген мақаласында Затаевич қазақ халқы да кеңес үкіметі де мойындайтын ұлттық мәдениетті қалыптастыруға еңбек етті. Бұл әсіресе кеңестік кезеңде ұлттардың мәдениетін төмендететін тұста өте маңызды еңбек болды. Сонда жаңағыдай ұлт мәдениетінің толық бағаланбай жатқан кезеңінде соны бағалатуға, соны түсінуге, соны мойындауға бағытталған үлкен еңбек деп жаңағы мына автордың мақаласынан көруге болады. Ал енді қазіргі таңда мен сіздерге атап өтейін, осы Затаевичтің еңбектеріне байланысты сыни пікірде кездеседі. Қандай дейсіздер ғой? Мысалы, мынау Алаш айнасы деген мақалада айтады, бұл Затаевич қазақтың әндерін жазған кезде толығымен жазбаған дейді. Қысқартып қана жазған. Сөздері де толық емес, қысқаша қайырып отырған дейді. Және мынау әнді нотаға түсірген кезде дәстүрлі әнді орындау өзінің бір ырғағы болады. Өзінің бір әншінің бір импровизациялары болады. Вот соны нотаға түсірген кезде толыққанды түсіре алмады дейді. Бүкіл әннің табиғатын жеткізе алмады. Европалық 7 нота арқылы түсіру техникасы болса, сол техникаға, сол форматқа салды дейді. Сондықтан шын мәнісінде мынау қазақтың дәстүрлі ән өнерінің бүкіл табиғаты, бүкіл несі, ерекшелігі толыққанды жеткізе алмай қалды дейді. Тіпті күйлерге де байланысты айтады. Мынау күйлердің төменгі сағасы жоқ, тек мәйегі ғана алынған деп, осы таңда Затаевичтің осы еңбегіне де қатысты осындай жаңағыдай сыни пікірлердің де бар екендігін айтып өткім келеді.
Ал кеңестік дәуірде біздің дәстүрлі музыка қандай трансформацияға түсті? Біздің дәстүрлі музыканың негізінде кәсіби музыкада қалыптасты. Бұлайша айтқанда, біз дәстүрлі музыкадан кәсіби музыкаға қадам бастық. Бұл кәсіби музыканың негізін қалаушы деп та артық айтқан емес, Ахмет Жұбанов та еңбегі ерекше. Мысалы, бізде тарихта музыка әлемінде осы Жұбановтардың әулетінде айтып өткім келеді. Бұл кісі Ахмет Жұбанов кәсіби музыканың атасы дейтін болсақ, мысалы, осы әулеттен шыққан Құдайберген Жұбанов, керемет мықты филолог, профессор ғалым болған. Ахмет Жұбановтың қызы Ғазиза Жұбанова, бұл кісі де осы кәсіби музыканы атсалысқан. Бүкіл ұрпақтары қазіргі таңда Алан Бөрібаев, мысалы, осы аталарының еңбегін жалғастырып, біздің кәсіби музыканың бел ортасында жүр. Бұлайша айтқанда, осындай қазақтың өнеріне еңбегі сіңген әулет деп те айта аламын Жұбановтарды. Бұл кісі не істеді? 1934 жылы алғаш рет домбыра оркестрін құрды. Қазақ ұлт аспаптарының оркестрін құрды. ЦИК атындағы оркестр дейді. Ал кейін әрине бұл оркестр Құрманғазы атындағы оркестр деп үлкен оркестрге ұласты. Әрине Ахмет Жұбановтарға оңай болған жоқ. Өйткені біраз қиыншылықтар кездесті. Репертуар жоқ. Нотаны оқитын музыканттар өте аз, тіпті жоқ. И былайша айтқанда Ахмет Жұбановтар жоқтан бар жасады. Құрманғазының әлемін ашты. Динаның әлемін, Дәулеткерейдің, Боғданың, Тәттімбеттің, мені осы авторлардың күйлерін нотаға түсіріп, оларды оркестрге жатқызды. Бұлайша айтқанда, мынау заманауи форматқа қазақтың күйлері жаңаша сипат алды, жаңаша леп, жаңаша сарынға ие болды. Сондықтан әрине осы тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы кеңестік дәуірде жаңаша өзіндік кәсіби форматқа ұласты деп айталам. Ахмет Жұбановтың шәкірттері Нұрғиса Тілендиев, Болат Сарбаев, Махамбет Бөкейханов, Лұқпан Мұхитов, Ғанбар Медетов деген азаматтар осы кәсіби музыканы әрі қарай дамытып, үлкен еңбектерін атқарған болатын, үлкен еңбек атқарған болатын. Бұл жердегі айта кетейін деген ойым мынау. Қазақтың дәстүрлі музыкасының негізінде жаңаша қазақтың операсы қалыптасты. Жаңаша қазақтың инструменталды музыкалық жанры қалыптасты. Қазақтың жаңаша кәсіби музыкасы қалыптасты. Мысалы, қазақтың операсында әлемдік репертуармен қосымша біздің ұлттық репертуарлар дүниеге келді. Қыз Жібек, Айман Шолпан, Абай, Біржан Сара. Бұлайша айтқанда біздің ұлттық дәстүрімізді, ауызша дәстүріміз енді жаңаша музыкалық форматқа түсті. Жаңа трансформацияға түсті. Сондықтан бұл тұрғыда бұл да біздің өнеріміздің жаңаша бір бағыты, жаңаша бір өзіндік үлкен жетістігі деп айтуға болады. Қазақтың, жаңа алдында айтып кеттім, қайталап жатырмын, қазақтың дәстүрлі әндері мен күйлері нотаға түсті, оркестрлік форматта орындалды. Қазақтың операларында, мынау Қыз Жібекте, Айман Шолпанда, Абай операларының ішінде дәстүрлі әндер орындалды. Дәстүрлі күйлер орындалды. Бұл да дәстүрлі өнердің бір жаңаша бір нақышын, жаңаша бір сипатын көрсетті. Осы уақытта мынау дәстүрлі музыканың зерттейтін өнер орындары ашылды. Құрманғазы атындағы консерватория, музыкалық мектептер, училищелер. Бұлар да осындай өнердің өзара бір дамуына, жүйелі дамуына, жан-жақты дамуына мықты ықпалын тигізді. Келесі енді трансформацияға тағы да бір тоқталатын болсам, осы орындаушылық, исполнительное мастерство дейміз ғой, дәстүрлі орындаушылық өнердің трансформацияға түскенін айтқым келеді. Мынау ғасырлар қойнауынан біз білетін қазақтың қара домбырасы. Бұл мынау көбінесе бізде тарихта дәстүрлі музыка, дәстүрлі орындаушылық өнер, бұл соло, жеке адамның орындауы. Мысалы, бұл жерде жаңа біз жеке-жеке күйшілік мектептерді айтып кетті ғой алдында. Міне қарап отырсаңыздар, бұл уақыттағы жеке орындаушылардың мынау өзіндік орындау шеберліктерінің мықты болғандығы, орындау әдістерінің әртүрлі болғандығы, сан алуан болғандығы, мынау күйді қағыстарда да
шұбыртпалы қағыс дейді, жаппай қағыс дейді, кезек қағыс дейді, шертпе қағыс дейді, төкпе күйлер, шертпе күйлер дейді. Міне қарап отырсаңыздар, осындай керемет импровизациясы бар жеке өзіндік орындау, дәстүрлі орындау өнері дамып келген болатын бізде ғасырлар бойы. Әр аумақтың өзінің бір орындау шеберлігі болған. Бізде тіпті жеке авторлардың домбыралары болған. Жамбылдың домбырасы дейді, жаңағы Динаның домбырасы дейді, Тәттімбеттің домбырасы дейді. Былайша айтқанда сола. Ал кеңестік мәдениет соладан ұжымдыққа ауыстырып жіберді. Біз енді оркестрге көштік. И сондықтан бұл оркестр, бұл қазақтың домбырасына жаңа үн берді. Қазақтың домбырасына жаңаша жаңағыдай талап қойды. Бұл жерде мен мынаны айтқым келеді. Қазақтың қоңыр үні. Біз айтамыз ғой, қазақтың болмысын біз қоңыр деген ұғыммен байланыстырамыз. Қоңыр үн дейміз. Бұл қоңыр үнді біз жердің үні дейміз. Қоңыр үн бұл табиғаттың үні, жердің үні. Қазақтың қара домбырасы, қазақтың болмысы, мінезі, осы жаңағыдай қазақтың домбырасы. Сондықтан қазақтың домбырасы орындалған кезде бір өзінше бір күмбірлеп, бір өзіндік бір ішкі сарынымен домбыра орындалатын болған болатын. Жаңа айтып өттім ғой, домбыраны дайындаған кезде де қалай болса солай дайындамайды. Арнайы жаңа оны дайындайтын технология, ағаштарын баптап, оның арнайы оны жаңағы алып, іріктеп, дайындап, жаңағы домбыраның шегін, музыкалық аспаптардың шегіне, қойдың шегін, ешкінің шегін арнайы алып, оны дайындап, оны жаңағыдай арнайы жасаған болатын. Және домбыраны кез келген адамдар жасамайтын. Арнайы мықты шеберлері болатын домбыраны аспабын жасайтын. Ал енді кеңестік дәуірде не болып кетті? Кеңестік дәуірде бұның барлығы бір фабричный форматқа ауысып кетті. Енді қойдың шегі, ешкінің шегі деген қалды. Енді бұны әлде қайда жеңілдетіп, жаңағы балықтың қармағы бар емес па? Сол балықтың қармағының бауын қолданатын болды. Мынау нені? Рыбная леска дейміз ғой, жаңа балық аулағанда. Сондықтан енді шекті осы балықтың жаңағы қармағының бауын алып қолданатын болды. Сондықтан қоңыр үн өзара трансформацияға түсіп кетті. Тіпті ұмытылып та кетті. Дағдарысқа түстік деп айтуымызға болады. Ал енді оркестрлік формат, жаңа соло дегеннен шықты ғой міне. Оркестрлік формат, бұл жердердегі домбыра іштей дауыс өзгерді, домбыраның әуені өзгерді, үн өзгерді. Мысалы, оркестрде альт домбыра, прима домбыра, секунда дейді, ашты дауысты, прима домбыралар жіңішке дауысты, альт домбыралар қоңыр дауысты, тенор, бас, контрабас дейді. Міне қарап отырсаңыздар, бұлардың барлығы домбыраның осылай өзара, домбыраның мынау кеңестік саясат, кеңестік мәдениет осы қазақтың қоңыр үнін жойылуына ықпал етті деп те айта аламын. Әрине, оркестрдік форматта домбыра міне жаңаша звучать етті, жаңаша шықты, бірақ жеке орындаушылықпен осындай өзіндік бір күмбірлеген орындауында әрине біраз өзгерістер трансформацияға түскенін айту керек. Бұл жерде Болат Сарыбаев деген ағаның еңбегін айтқым келеді. Бұл кісіні қазақтың ұлт аспаптар оркестрінің археологы деп атайды. Кезінде мынау Дина апайымыз Болатқа домбырасын берген екен. Болатжан, балам, домбыра тартуда әуелі өзің үйрен, кейін өзгелерге үйрет. Мына домбырамды өзіңе бердім. Сен енді оны өзіңнен кейінгі ұрпаққа табыста деп айтқан екен. Бұл кісі апаның батасына адал болып, шындығында да осы нені дамытты. Осы жаңағы домбыра өнерін дамытып, жаңаша өзіндік трансформацияға ұшыратты. Мына жерде мен тез ғана атап өтейін. Тамара Жұмалиева деген музыка танушы ғалымның жазуында жазып өтеді. Болат Сарыбаев дейді, сол кеңестік дәуірде мынау қазақтың домбыра музыкалық аспаптарын зерттеген үшін ескі дүниені аңсау, феодализм сарқыншағы, түркішіл ғалым деген айыппен бұл кісіге не кандидаттық диссертациясын, революцияға дейінгі музыкалық аспаптары деген кандидаттық диссертациясын, немесе кейін қазақтың халық аспаптары деген кітабы докторлық диссертацияға да
ұсынуға лайық еді, өкінішке орай бұл кісі оның ешқайсысына қол жеткізе алмады дейді. Ал енді қазақта домбыра мен қобыздан басқа музыкалық аспап болмаған деген кеңестік дәуірде тұжырым болды. Ал соған Болат Сарыбаев мынадай нақты өзінің жаңағы нелерін қойды, жауабын берді. 1818 жылы шыққан Сибирский вестник журналынан таптық дейді. Сол журналдағы аспаптың сипаттамасы бойынша жетіген аспабын жасадық. Жетігенді қайта жасағанда біз оның құрылысының негізгі сипаттарын сақтадық. Ішек санын көбейтпедік дейді. Міне жетігенді қалпына келтіріп тұр. Шертер аспабын Бронислав Залесский деген поляк саяхатшысының жазбасынан таптық. Ол шертердің суреті мен сипаттамасын жазып, астына киргизский инструменті деп жазған екен дейді. Былайша айтқанда шертерді қалпына келтірген. Қабанбайдың жасағында 22 дабылшы болған екен дейді. Ол кездегі дабылдардың диаметрі 2 метрге жуық болған. Сиыр не түйенің көн терісінен жасалған. Оны өгіз арбаға байлап қояды. Екі жағынан 2 тоқпақ шұрғанда дейді, күңгірлеген үні жаңағы дабылдардың 20 шақырым жерге жетеді екен. Сөйтіп бір-біріне белгі беріп, жауға шапқан дейді. Міне қандай музыкалық аспаптардың бар екендігін айтады. Қазақтың қайтадан домбырасы мен қобыздан басқа аспап болмаған дегенді Болат Сарыбаев біздің батырлық жырлардан алады. Алпамыс батыр жырынан керней сырнай тарттырып, даңғыра дабыл қақтырып, барып түсті алпамыс қарагөз айым үйіне дейді. Міне музыкалық аспаптар қайда жатыр. Ертарғын жырынан 9 санды торғауыт, 10 сандайын оймауыт, дауылпаз соғып, шың қағып, алдын әскер жүргізіп дейді. Міне нағыз ұрмалы аспаптардың табиғаты бар. Сондықтан айтасың, Құдай-ау, осындай аспаптар болған кезде неге бұлар жойылып кетті? Бұлар қайда деген кезде, әрине бұл жердегі әңгіме жауабы бұл музыкалық аспаптардың арнайы европаландыру музыкалық аспаптарды. Адырнаның орнына арфаны қолдану, сыбызғының орнына флейтаны қолдану, қобыздың орнына скрипканы қолдану. Былайша айтқанда, осы европалық форматқа көшіруді де, бұл да өзіндік трансформация. Содан кейін бұл аспаптардың барлығын не дейді? Бұлар қосалқы аспаптар, сондай маңызды емес деп бұларды да қолданыстан шеттете бастайды. Немесе бұл аспаптарды ақсүйектердің аспаптары, бақсылықтың аспаптары, ескіліктің, феодализмнің сарқыншағы деп тоже сондай айыптар беріле бастайды. Консерватория, училище, музыкалық мектептерде бұл аспаптар мүлде оқытылмайды. Және соның салдарынан бұл аспаптардың репертуарлары да қолданыстан шығып кетеді. Мысалы, сол кеңестік кезде жетіген, сыбызғы, састырнай, шертер, адырна бұл аспаптардың бірі де болмай қалды. Бұл аспаптар өкінішке орай қолданыстан шығып қалды. Міне шертер аспабын қойдым сіздерге. Домбыраға ұқсас, бірақ 3 шегі бар. Мынау шағын, мына бетін ағаштан нетіп ойып жасағаннан кейін бетін терімен қаптайды. 3 шегі бар. Домбыраға ұқсас, бірақ дауысы біраз қаттырақ шығады. Сондықтан бұл да Болат Сарыбаев зерттеп айналымға қосқан аспап деп айтуымызға болады. Енді келесі ән интеграциясына келетін болсақ, әрине қазақтың ән өнері де, дәстүрлі ән өнері де осы заманауи интеграцияға түсті. Классикалық форматқа енді дедім, қазақтың әндері операларда орындала бастады, нотаға түсірілді дедік, жинақталды дедік. Және бұл әндер енді заманауи жанрларға салынып айтыла бастады. Опера, джаз, эстрада, сол уақыттағы дамыған енді жаңағы операларға салына бастады. Мынау Тақиялы періште деген кинофильмде, осы бір қазместерге өзіңді көрсетем, сол жерде Япырау әнін 2 форматта орындайды. Ермек Серкебаев Шыңғыс деген жігіттің рөлін сомдады. Сонда ол былай деп айтады: халық әнін жақсы көрем. Ал операда халық әндері тіптен құлпырып кетеді. Музыканың асқар шыңы опера екенін білесіздер дейді. Ал сол уақыттағы үлкен ата Нияз ата: жоқ, олай деуге болмайды. Не десеңдер, о деңдер. Шын мәніндегі музыка ол ұлттық ән күй, халықтың өнері, былайша айтқанда түп нұсқасы деген сияқты болып тұр ғой. Міне осындай өзіндік дәстүрлі әндердің өңделгендігін айтқым келеді. Және эстрадалық форматқа салынды, опералық форматқа салынды. Және әндер мынау кино өнерлерінде де қолданыла бастады. Тіпті алғашқы біздің кинофильм, Амангелді кинофильмінде де осы біздің ұлттық ән күйлерді естиміз.
біздің Қыз жібек, жалпы біздің осы киноиндустрия өндірісінде де біздің дәстүрлі әндер жаңаша бір саундтрек сияқты қолданылып, тоже халықтың несіне қызығушылығына ие болды, және дәстүрлі әнге жаңа бір не берген сияқты, леп берген сияқты, жаңа өмір берген сияқты осы кеңестік дәуірдегі дамуы. Сондықтан бұл тұрғыда әрине кеңестік музыка дәуірінде дамыды деп айта аламыз. Ал енді бұл кеңестік дәуірдің қазақ әндеріне бір тигізген әттеген айда бар. Мысалы, мынау керемет мықты дамыды деп айта алмаймын, қазақтың әндерін ескінің сарқыты дейді. Мынау Жәнібек Кәрменов айтады, жазған 1933 жылы 200-ден аста халық әні сотталды. Мұның бәріне тағылған айыптар феодалдық дәуір туындылары, сол баяғы ескінің сарқыты деген. Сонда бұл қазақтың 12 мыңға жуық әндерінің дейді, 250 ғана үн таспаға түскен екен. Ойлаңыздаршы, 12 мыңның 250 ғана. Ал енді оның салдары не болады? Ол әндер ұмытылады. Ол әндер жаңадай халықтың несінен кете бастайды. Дәстүрлі әншілердің сайыстары тоқтатылды. Мынау гастрольдерде дәстүрлі әншілердің үлес салмақтары да азайып кетті. Осы дәстүрлі әндер де өте аз зерттелді. Сондықтан осы тұрғыдан әрине осындай бір әттеген ай деген олқылық тұстары да болды. Кеңестік әндер, мысалы, көбінесе лирикалық әндер дамыды. Дәстүрлі әннің лирикалық жанры. Музыка зерттеушісі Ерлан Төлеутов жазады. Қазақтың қарсылық тақырыбындағы айтылатын классикалық әндері дәстүрлі Мәдидің қара кесегімен аяқталды дейді. Одан кейін лирикалық әндердің дәуірі туды дейді. Мысалы, Біржан Салдың Адасқағы, Жан ботасы тоқтап қалды, айтылмады. Жаяу Мұсаның Ақ сисасын тіпті лирикалық ән ретінде, махаббат ән ретінде қабылдаған болды. Қазақтың дәстүрлі әнінің айтылуына тыйым салды. Әндердің барлығы бақылауда тұрды, қуғынға ұшырады дейді. Мазмұны мен тақырыптары өзгертіліп, авторлары тіпті ауызға алынбады дейді. Қазақтың дәстүрлі ән өнеріндерінің мәтіндері өзгерді. Мысалы, жаңа лирикалық ән дедік қой, лирикалық әндердің заманы дедік қой. Ақан серінің Балғадишасы. Міне, қыз едің Ыбекеңнің Балғадиша, бұралған белің нәзік талғадиша. Міне, мына жердегісін ғана айтайын. Дегенде Балғадиша, бұларсың біздің сөзге зарға диша. Бұлаңдап асау тайдай жүрген басың, боларсың қандай жанға жарға диша дейді. Баласы Ыбекеңнің Балғадиша, есілді өрлей біткен талғадиша. Жеңгеңіз қайтайық деп асығып тұр, рұқсат бізден сізге барға. Бұл негізгі мәтіні Ақан сері жазған. А кеңестік дәуірде бұл өзгерді. Дегенде Балғадиша, күйеуің 85-те шалғадиша. Бір емес екі жеңген келіп отыр, рұқсат бізден сізге барғадиша. Неге? Өйткені кеңестік идеологияға сай өзгертіліп отыр. А Балғадиша халық көп айтатын ән, халық жақсы көретін ән. Сондықтан бұл әннің мәтінін өзгертіп жіберді. Неге дейсіздер ғой? Өйткені қазақтың қызының тағдыры гендерлік мәселе. Өйткені кеңестік саясатқа дейін қазақтың қызының тағдыры аянышты болды. Үлкен шалдарға ұзатылды, қалың мал алды, көп әйел алушылық болды. Ал кеңестік идеология, кеңестік дәуір бұның барлығын жойды. Қазақтың күні туды, қызының күні туды деген сияқты идеологияның астарында осындай қазақтың әнін өзгерте бастады. Ал енді мынау Балғадишаның өзінің фотосы. Бұл кісі өмірде болған, осы Ақмола облысы Зеренді ауылының тумасы, өзінің шын аты Төкен бұл кісінің. Бұл кісі ешқандай 85-тегі шалға шыққан жоқ. Бұл кісі өзінің замандасы, сүйген азаматы Сүлеймен деген жігітке тұрмысқа шығып, 2 ұл, 3 қыз әкелді дүниеге. Қазір бұл кісінің ұрпақтары осы Зерендіде өсіп өркендеп отыр. Оның ұрпақтары мынандай анасына арнап Зерендіде ескерткіш ашып қойды. Сондықтан жаңағыдай осыны айтқым келеді. Мына жерде де, мысалы, Үкілі Ыбырайдың Толқын деген әнін қараңыздаршы. Толқынды айту керек жалындай боп, екпіні емен жыққан дауылдай боп. Мамырда майда мақпал жауып өткен, төгілтіп нөсерлет жауындай боп деген әнін, төгілткен ақ бидайын жауындай боп, елім бар колхоз болып дүрілдеген дейді. Мысалы, Ақбаян әніне ой Ленин қараңғыда көп елің дейді. Бұлайша айтқанда, өзіндік идеологияны дәріптеуді осы халықтың әндерінің мәтінін өзгертуден нетті, туындатты.
бұрынғы дәстүрлі әндердің көлемі өзгеріп кетті. Мысалы 5-6 шумақтардың әрі кеткенде 3 шумағы ғана, 2 шумағы ғана, 1 шумағы ғана айтылып тұрды. Мысалы Ақан серінің жаңағы Балғадишасы 9 шумақ болатын болса, қолданыста оның шақ шумағы жүрді. Халық әндерінің, мынау сазгерлердің туындыларының сөздері бір-біріне ауысып, шатасып, мағыналар ауысып кетті. Сондай да өйткені зерттелмегендігінен. Әннің авторлары айтылмады. Мынау 30-шы жылдардағы әсіресе мынау қазақ зиялыларына байланысты кеңестік саясат, мынау қазақтың зиялыларының авторлығымен жазылған әндердің барлығын халық ән деп айтып кетті. Ахмет Байтұрсыновтың Аққұмын, Қарагөз, Екі жирен, Жүсіпбек Аймауытовтың Қызыл бидайын, Мағжан Жұмабаевтың Сүй жан сәулем, Сен сұлу, Япырай, бұның барлығы халық әні болып кетті. Авторлары бар әндер. Міне содан кейін барып қана жаңағыдай айтуға болады. Бұл да кеңестік идеологияның қазақ әндеріне арнайы жасаған, былайша айтқанда, саясат деп айтуға болады. Ал енді Дударай әні көптеген жинақтарда Дударай халық ән деп айтылады. Немесе Мәриям Жагөрқызының әні деп айтылады. Ал бұл әннің арнайы авторы бар, Үлебай Анетов деген. Бұл әннің арнайы жаңағы біздің Компартияның арнайы бір пленумында осы кеңестік идеологияны дәріптеуге қатысты, ұлтаралық байланысты, ұлтаралық қарым-қатынасты дәріптеу тұрғысында арнайы Үлебай Анетовтың авторлығымен жазылған еңбек туынды екендігін айтуға болады. Бұл ешқандай да халық әні емес, бұл мемлекеттік тапсырыс өнімі емес, бұл жаңағы арнайы сол уақыттағы кеңестік идеологияның несі шыққан дүниесі деп айтуға болады. Енді мен мынаны аяқтауды жөн көрдім. Кеңестік идеология ол бір арнайы цензурадан әндердің барлығын өткізіп отырған. Мысалы, мынау жаңағы Дударайда бір қыз бен жігіттің арасындағы махаббат, бірақ қазақ жігіті Дүйсен мен Марияның арасындағы махаббат. Бұл кісілер өмірде болған адамдар. Мынау екеуінің суреті, фотосы. Сондықтан сондай идеологияға сай келетін жаңағыдай туындыларды өткізіп отырған електен. Және мұндай кеңестік идеологияны дәріптейтін өлеңдерді де насихаттап отырған. Мысалы, коммунистік идеологияны дәріптеу керек, теңдікті, ұлтаралық достықты, бірлікті насихаттау керек. Адамның психологиясына әсер ету үшін өлең сөздерінің әуенін өте жеңіл қылды. Қайталана беретін болды. Қарапайым мәтін біздің ту совет туы берік қолда, партия қайда болса жеңіс соңында дейді. Или Сталин қайда болса жеңіс сонда. Сондықтан бұл әндер тез жатталды, халықтың санасына тез орнықты. Міне осы тұрғыда кеңестік әндер әрине жаңағыдай дәстүрлі әндерге қарағанда ол өзінің жаңағы табиғатын, өзінің жаңағы бүкіл құндылығынан айтарлықтай айырмашылықтарға ие болды. Жалпы айтайын дегенім осы, негізгі дәстүрлі өнердің кеңестік дәуірдегі жаңағыдай өзіндік өзгеріске түсуі, өзіндік осындай трансформациялануы, осындай тұстарымен ашқым келді сіздерге. Болды, сұрақтарыңыз болса маған. Мен не көрсетем деп едім ғой. Да, сол үзінділерін қоссаңыз. Қазір мен онда мынаны жауып тастайын бәрін. Так, мен енді сіздерге мынаны үзінді көрсетем. Естіліп тұр ғой да? Көрініп тұр ма? Көрініп тұр, экранда тұр. Бұл жаңа айтып өттім ғой, кеңестік дәуірде қазақтың әндері жаңағыдай өзіндік интеграциялану, трансформация үрдісінен өтті, өңделді. Сол заманауи ағымға байланысты, сол заманауи жанрлардың форматына түскен болатын. Мен осы жерде осы екі дәстүрлі орындаумен сол заманауи өңдеу форматындағысын Тақиялы періште кинофильмінен көре аласыздар. Мойнын ақ моншақтады япырай, маржан тағарай. Ел көшіп қалқатайдан айрылғандай, көзден жас мүлт-мүлт етіп япырай, желге тамай.
Әжем жарықтық осы әнді жақсы көруші еді. Сіз әжеңізге тартқан екенсіз ғой. Дәл қазір айнымайтын шығармын. Егер менің атам сіздің әжеңізді көрген болса, сөз жоқ, ғашық болған болар еді. Қойыңшы атай. Қандай жақсы ән, жарайсыз. Халық әндерін бір түрлі жақсы көрем. Ал операда мұндай әндер тіпті қолпырып кетеді. Енді мына бір әнді тыңдап көріңіздер. Жаз болса көлдің бетін көбік жабарай, мойнына ақ моншақтан япырай, маржан тағарай. Міне, бұны осы неден, үзіндіден, Тақиялы періште кинофильмдегі үзіндіден осы үрдісті көруге болады. Дәстүрлі ән өнері, дәстүрлі қазақтың әні и заманауи форматтағы жаңаша сипат алуы. Жаңаша өзіндік бір, былайша айтқанда, сондықтан бұл жерде шын мәнісінде кеңестік жаңағы мәдениет осы дәстүрлі әннің трансформациядан өтуіне үлкен өзіндік бір сондай нетілген үлес қосқан кезең деп айтуға болады. Ал енді бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс, ол енді әрине бұл жерде де біраз пікір алмасуға болады. Өйткені әрине қазақтың түп нұсқа өзінің қара домбырасында орындау өз алдына үлкен бір арнасы болатын болса өнердің, сонымен қатар заманның ағымына байланысты сол дәстүрлі музыканың бейімделіп, жаңаша бір сипатта дамуы да, бұл да бір өзіндік музыка өнерінің, дәстүрлі өнерінің жаңаша бір жаңаша бір екпінмен дамуы деп айтуға болады. Мысалы, қазірде мен байқаймын, электродомбыра, электроқобыз, мысалы, қазіргі таңда. Мен студенттерімнен сұраған кезде, менің студенттерім айтады, апай, неге оған қарсы боласыз? Қарсы болмау керек, ол тыңдарманы бар, ол ұнайды. Мүмкін бізге домбыраға сүйіспеншілігімізді арттырудың да жаңағыдай тағы да бір жолы осы ненің модификациялануы да өзінің рөлін тигізеді деген сияқты жастардың да пікірлерін жиі естимін мен осыған байланысты. Мен қазақтың домбырасының үні жойылып барады ғой деген кезде балалар айтады, жоқ апай, ол жойылды деп ойламаңыз, ол модификацияланып өзінің бір жаңаша, ол бір 15-ші ғасыр, 17-ші ғасыр емес қой, апай, ол ғасырмен дамып тағы да өзіндік несін сипатында болу керек дейді. Бірақ шындығында да, мен өз басымды ойлаймын, өзінің дәстүрлі форматы да орын болу керек, ол жойылмау керек, бірақ сонымен қатар өзінің тыңдарманы бар, заманауи форматта да дамығаны да жаман емес деп ойлаймын. Болдым, Теңгі ханым. Өте қызықты дәрісі болды. Аудиториядан сұрақтарыңыз болса? Да, у меня есть вопрос. Да. Здравствуйте. Очень интересно, хоть я не сначала слушала, значит, замечательное совершенно выступление. У меня такой вопрос. Значит, вот понятно, что в советский период происходило, да, но ведь они никуда не делись, не исчезли, народ не забыл, да? Вообще казахи самый, наверное, музыкальный, самый певучий народ. Просто такое уникальное вот качество есть у казахов, замечательно, да? Но у меня вот такой вопрос. Вот постсоветский период, сейчас, период, который уже 30 лет длится,
появились ли какие-то новые музыкальные произведения, которые не являются попсовыми, да, вот масс-культурными, а являются вот социально направленными или общественными, или какие-то связанные с прошлым, да, такие, которые созданы были современными авторами. Потому что такое ощущение складывается, что вот домбра сегодня и другие музыкальные народные инструменты, они только используются для воспроизведения традиции, да, музыкальной традиции. А современное есть творчество, которое не связано вот с любовной лирикой, а связано с тем, чем вообще живет народ, кроме любви, да? Есть такие произведения, которые исполняются на традиционных музыкальных инструментах или в каких-то классических жанрах, которые в советское время были привнесены в музыкальную культуру Казахстана. Спасибо большое. Да, очень интересный вопрос. Спасибо. Да, извините, я не представила. Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, мы говорим, что вот в настоящее время традиционная наша культура, наше песенное искусство, наша ки, вот она как бы тоже приобретает определенный новый всплеск, новый облик. Если мы говорим, да, в советскую эпоху это был такой вот как бы новый формат, в формате оперы, балета, классической инструментальной музыки, да, то вот казахские песни, они ложились на этот формат. То сейчас я хочу сказать, что да, действительно, такой вот у нас сейчас, знаете, вот какое-то разнообразие вообще в музыкальном мире. Я замечаю вот это. То есть то, что мы имели пласт музыкального наследия традиционных песен, они тоже импровизируются под современные музыкальные жанры и приобретают какой-то новый облик, новое звучание. И это людям нравится, особенно молодым нравится. То есть получается, пошла волна всплеска тех песен, которые у нас были в фонде, которые и в советскую эпоху исполнялись, сейчас уже как-то вот новыми раскрасками музыкальными исполняется. Это вот одна волна. Вторая волна у нас сейчас начали развивать, у нас идет волна развития нашей традиционной музыки, то, что мы имели, то, что я говорила, вот исполнительно вот прям на домбре, на хобызе. Сейчас очень сильно развивается у нас еще на сыбызгыда вот исполнение, это на хобызе, вот эти, вот, очень интересно. И для этого проводится очень много, я вот видела, вот наши телеканалы организуют очень много шоу, очень много конкурсов, именно направлены на то, чтобы восстановить, развить наши традиционные песни, которые у нас вот как бы издревле шли. А что касается вот современного облика, я хочу сказать, что да, вот если мы говорим раньше такие жанры, вот терме, толгау, традиционные песни, то сейчас у нас есть целый тоже пласт, современный термилер, который охватывает современные проблемы молодежи, проблемы наркомании, проблемы там, ну вот современно актуальные проблемы, которые сейчас, они именно вот в каком-то новом формате, уже в таком новом звучании, они тоже пропагандируются и исполняются. И хочу это сказать, рэп, наверное, и какие-то эстрадные. Ну, это вот, не связано с традиционной казахской музыкой, наверное, а больше вот именно это современная западная культура. Так получается? Вы знаете, что самое интересное? Вот у меня на занятии, курс истории казахской музыки, я в самом начале говорила, что я не музыковед, я веду курс истории казахской музыки на Назарбаев университете. И у меня это все как бы вот в рамках моего вот этого преподавания, это все. И вот мы с студентами, знаете, как сделаем? Мы берем рэп-баттл современный и наш традиционный айтыс. И мы вот это все организовываем. То есть получается вроде бы и современный есть жанр, переложенный на современный жанр, но и в то же время и наш вот этот классический формат айтыса. И студентам, когда я говорю, ребята, что нравится, какой формат нравится, они говорят, оба. И там есть свои прелести. Хорошо, спасибо. Спасибо. Интересно. Да, спасибо. Рахмет. Тағы сұрақтар болса аудиторияда. Менде бір сұрақ бар еді. Ереке, Еркін Радинович,
Мейрамгүл жақсы екен мына лекция деген, әсіресе әндердің репрессияға ұшырауы өте қызықты. Менде мынадай жаңа сен қоңыр домбыраның қоңыр үніне қатысты айтып қалдың да. Осы домбыраның акустикасын мен айналысып жүрген ғалымдар кейінгі кезде бар ма осы акустикасымен айналысып жүрген? Осы қоңыр үнін кім анықтады бізде? Қазір бар ғой, мен айтып кеттім ғой, мысалы бұрынғы мен өзім музыканттардан естіген әңгімем, жаңағыдай, расында да қазір, мен тура сол сұрақты қойдым, Еркін мырза. Қазіргі таңда сол өзіміздің бұрынғы дәстүрлі домбыралардың, мысалы, жаңағы түрлері бар дейді, әр регионда өзінің бір, мысалы, біз ана қауақ домбыра, қалақ домбыра дейміз ғой, сондай, солар қалай дамып жатыр, кім дамытып жатыр деген кезде, музыка танушы ғалымдардан естігені мынау болды. Өкінішке орай өте аз, бір-екі адамның атын айтты, мен қазір ұят болар, нете алмай жатырмын, есіме түспей жатыр. Жаңағыдай қазақтың кәдімгі, мен жаңа айтып жатырмын ғой, күмбірлеген қара домбырасын өзінің технологиясымен дайындап жүрген адамдар өте аз. Өкінішке орай жаңағыдай фабричный формат, жаңағыдай қолға келген тақтайды аласап, соны жаңағыдай өңдеп, жасап, домбыра жасап жатырмыз. Ал бірақ өзінің табиғи форматында жасап жүрген, домбыра жасап жүрген екі мастерді айтты. Біреу Алматыда деді, а біреу Талдықорғанда деді. Сол немен айналысады деп. Өкінішке орай ондай нелер аз екен бізде. Мүмкін енді оны дамыту керек шығар расында да. Жаңағы қоңыр үнінің дағдарысы дедім ғой мен, сол қоңыр үнінен айырылып қалғанымыз оркестрлік форматқа ауыстырып, домбырамыздың жаңағыдай өзінің үнінің нетуі, дағдарысқа түсуі. Бұл да бір енді кеңестік идеологияның саясатының бір көрінісі болып тұр ғой енді. Просто домбыраны зерттеп жүрген қазір мамандар бар ма дегенім ғой, өйткені Жұмагелді деген бір ағам зерттеді. Мен сол кісімен бірге көп жылдар жүріп едім. Ол кісінің біраз кітаптары бар. Ленинградтан құрғап еді. Сол кісінің домбыраның акустикасын зерттеп жүрген. Домбыраның акустикасын зерттеп жүргендер. Домбыраны енді бұлай жалпы бізде Сахарбаева деген ненің қазіргі таңдағы домбыра өнерінің сипаттамасы деген еңбегі бар. Сосын Жарқынбек Шақкерім деген кісінің көне дүние күмбірі деген монографиясы бар. Содан кейін қазір мынау кімнің әкесі жазып еді, ана кімнің құдай-ау, брекка деген жанрды нетіп жүрген Еңсепов, Асылбек Еңсепов бар. Ол кісінің әкесі Жасаралда осымен айналысқан. Мынау кімнің Асылбек Еңсеповтың брекка жанры деген мақаласын оқыдым. Ол жерде қазіргі домбыраның акустикасының өзгергенін сол Асылбек Еңсепов те жазып жүр. Сондай несі бар, еңбегі бар. Жақсы, рахмет. Жарайды. Мен бір нәрсені сұрайыншы. Әңгіме домбыра туралы болып жатыр ғой, күй туралы. Осында мынандай бір жағдайлар болды. Осы бір 10-20 жыл бұрын күй өнері жалпы бұл жеке домбыраға арналған, оркестрге арналмаған деген сияқты бір пікірсайыстар болды өнертанушылардың арасында. Яғни күй өнерінде жеке домбырамен қаршыға сияқты, қазіргі Айгүл қарындасымыз сияқты адамдар күйді жеке тәжірибелі ойнап жүр ғой. Мынау күйді оркестрмен ойнауға болмайды деген сияқты бір пікірлер болды. Сіздің көзқарасыңыз қалай осы жөнінде? Сұрақ қойған Ғабит Капелевич Кенжебаев. Рахмет, Ғабит аға, сәлематсыз ба? Мен жалпы, мысалы, жаңа айтып өткенім сол ғой, қазақтың қара домбырасының күмбірлеген дауысына жеке оны орындалған күйге жетер жоқ. Бұл шын мәнісінде өзіндік үлкен мұра, үлкен құндылық. Біз одан айырылып қалмауымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім жаңа алдыма келген балаларға сұраймын, не үшін келдіңдер бұл музыка тарихын дегенде айтады, апай, домбыра тарту үшін де келдік деп. Сосын домбыраны енді барымша үйретем да, сонда балаларға соны жаңа қоңырын, соның барлығын әңгімелейміз ғой. Ал енді оркестровый формат, мысалы, жаңа айттық қой, кеңестік дәуірде сол форматқа көштік. Былайша айтқанда бұл күй
жаңаша бір леп алды, жаңаша бір сипат алды, жаңаша бір өзінің орындау өрісін кеңейтті деп ойлаймын. Сондықтан біз енді бұл европалық форматқа түсті, бұл европаландыру, бұл жаңағы төл немізден алшақтап кеттік, бұл қажеті жоқ деген пікірлерді жиі естимін, бірақ өз басым ол оркестр форматында түскен күйдің де өзінің бір өнер туындысы екендігін, тыңдарманы бар екендігін де ойлаймын. Олдың да өзіндік бір орны бар, оның да өзіндік бір жаңағыдай музыкалық туынды ретінде несі бар деп. Рахмет. Мәнісінде екі тұрғыдан да айтар едім. Жеке орындаушылыққа да жетері бар, өзінің одан айырылып қалмауымыз керек. И оның егер оркестрге салынып жатса, ол электродомбыраға салынып жатса, оның тыңдарманы болса, ол қызығушылығы болса, оны да енді жалпылама прям жастарға сол тек қана сол бағытта ғана демей, дәріптемей, бірақ егер өз орнымен дамып жатса, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Рахмет. Білдіреді ол музыкалық өнердің сан алуандығын, біздің домбыраның мүмкіндігінің де кеңдігін білдіреді деп ойлаймын. Рахмет. Мысалы, Нұрғиса ағамыздың Махамбет күйін тыңдасаң, адамның денесін шымырлатып, прямо өзің бір аттың үстіндегі атқандай сезінесің оркестрде. Сондықтан оны неге тыңдамасқа, не болай дамытпасқа? Қазақтың күйі қай жерде болмасын күмбірлей берсін. Оркестрмен ба, жеке ма? Рахмет көп-көп. Жарайды. Тағы сұрақтар бар болса. Енді аудиториямыз үндемей отыр. Барлықтарыңызға ұнаған, бізге ұнаған, сіздің бүгін берген дәрісіңіз. Рахмет көп-көп. Бізге сондай қонақ болып келе беріңіз. Әрқашанда сізді с радостью будем встречать. Спасибо, рахмет көп-көп. Мен де өте қуаныштымын. Бір жағы Ғабит ағамды естіп жатырмын, Еркін ағамды кезінде сіздердің орталарыңызда болдым, сіздерден өсіп өндім. Былайша айтқанда қалыптасуының басында өздеріңіз болдыңыздар. Рахмет көп-көп. Маған да өте қуанышты. Рахмет көп-көп. Рахмет. Сонымен бүгінгі дәрісімізді да тоқтатамыз, да, все. На этом мы завершаем сегодня нашу встречу. Продолжим на следующей неделе. На следующей неделе будет у нас уже лекция про узбекское кино, о роли женщин. Будет выступать исследователь из Южной Кореи Ольга Хан. Жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.